қасиетті орда белден. Асылханның бет ашарын басқарам деп, сапарылың бұл жерді қолдап ағайын қорғап келген. Сапардайын ақыныңды қарсаңда, шолпанның жұлдызындай таңда көрген. Салиқалы сөз айтайын ортаңызда, шалдардың қамшысындай талда көрген. Ассалаумағалейкум деп амандастым, дербісектің төріндегі ау ардақ елмен ай. Шапалақ ұрмай отқан аталардың пенсиясы азайып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан апалардың шалдары бір-бір тоқал алсын деймін ай. Жүректің шабыт деген шамын жақсын. Ағайын осы тойға келген кезі қатайған тамырлардың қанын қақсын. Ал енді Асылхан інім құтты болсын, мені бүгін өз теңіңді тауып жатсын. Кімдер келіп кім кетпеген бұл өмірге, мені бүгін өз жолыңда салып жатсын. Арғын елін жансаядай ару қызын сындырып ап, мені бүгін өз жарың қып алып жатсын. Мені бүгін бойдақпын қоштасып та Асылхан мойныңа аларханды тағып жатсын. Сау басыңа тілеген сақинаңды мені бүгін қолыңа тағып жатсын. Осы маған Асылхан інім айтып еді, ағатай Беташарға домбыраңды ала кел деп. Беташарға мен дағы келіп тұрмын, келмей қалсам Асылхан маған өкпелеп қалама деп. Ағайын бір қошемет ұрыңыздар, 40 қыраста үйленіп жатқан Асылхандай балаңа деп. Тағы да бір қошеметті ұрыңыздар, Беташарға кел алмаған Сидазымдай әкеме деп. Тағы бір қошеметті ұрыңыздар, Ақжалықты Розадай анама деп. Тойға келіп қошеметті ұрмайтұғын, білесіздер ағайын ау жаман әдет ай. Жүрегіңі жиып алды, керегін өз пайдаңа үйіп алды. Кешегіп келін кейін жүрмеңізші, өкініп бір Аллаға сыйынарда. Өзге бір келіншекке ұқсаймын деп болмайтын келтөгелек киіп алма. Өзгелерден әдемі боламын деп бетіңе пудра помаданы келін жанау үйіп алма. Басыңнан орамалды тастамашы, бүгіннен бастап осы әулетті сыйың барда. Келінжан осы сөзді жүрегіңе сақтап қалды, жақсы болсаң ата-анаңның үмітін ақтап қалды. Бір-екі бала келінжан мен таптым деп, бір-екі баламен келінжан ау тоқтап қалма. Өкімет дәл қазір қайтадан 21 теңгесін беріп жатыр. Айтыңдаршы себебі бұл өмірде баланы көп тапқанға. Осының бәрі келіннің жұмысы екен деп, Асылхан інім сағат 12 болмай өзіңде ұйықтап қалмау ай. Рахмет, негізі шабытты адам көременнен алады. Мен негізі шабыттан бір ерекше отырмын. Соның ішінде осы әпшейін бір көлік бір аттанып отыр ше. Роза әпкеме сіз бе сіз? Нағашым, жаным, өзі келіні қандай қуанып отыр, көрдіңіздер маған? Менің балдар. Әне, той құтты болсын, осы үшін құрметті бір шапалар ұқпайық шағын. Адамға шабыт береді сіздер ұшында да. Қожекең намаз оқытса жерде жамағаттар көп қой, енді басқаша әзілейді бұл кісілерді. Сіздер басқаша шықпамағандар. Қожекең намаз оқытқан ғой. Жетіп қасындағы балдар мақтап отыр еді, Қожеке намазды күшті оқиды екенсіз. Намазға соншалық беріп кеткеніңіз, біз қасыңызда улап шолап жатырмыз. Бізге мән бермей намаз оқи бердіңіз. Қожеке намазды күшті оқиды екенсіз десе, Қожекең бүйтіп қарап тұрып, "Ей бала, мен шілей мақтай берме" депті. Мен әлі дәрет алған жоқпын, дәрет алсаң көресің деген екен ардақты ағайындар. Той енді басталады, мына қошемет ұмытпаңыздар ағайындар. Көңілдірек отырайық. Алдымдағы келінжан, сөзімді міне бастайын. Жаңылмай тылдай бұралтып, асықпайын саспайын. Көпшілікке көрсетіп, таныстырып тастайын. Алла сені қолдасын, ісіңді ау келін оңдасын. Өтіп бір кеткенді бірден, ата баба әруақтардан бастайын. Ақын отыр ән етіп, думан етіп сән етіп, әруақтар ай бұл үйдің
айналып жүр дәметіп, айналайын ақ келін, шаңыраққа бақ келін, өтіп бір кеткен өмірден, ата баба әруақтарға қос сәлем. Ал осы әулеттің іргетасын қалап өткен Жаңабек, Ділдә, Тұрды, Рахияналарымыз Серік, Жандос, Ержан, Махбуба, жалпы осы әулеттен дәметкен әруақтарға тағы да бір қос сәлем салып қойыңыздар келінге. Ал енді жақсылар, енді келінге деген көрініп қалайық өздеріңіздер. Кешіріңіз көпшілік болса біздің қатамыз, сатулы болып жүрмесін келінге берген батаңыз. Ақсақалдай ауылдың жасы үлкен бәрінен, төреде болып отырған мынау атаңыз. Отырған мынау атаңыз. Ал Келінжан ауылымыздың, әулетіміздің көшін алға тартып жүрген аталарыңыз. Әкенің көңіл жарқына адалдығымен арқырап, өйіне келін келгенде қабағы тұр ғой жарқырап. Жинадың жақсы жараңды, үйлендіріп асылхан балаңды, ағайын қошемет ұрайық, той жасаған Сейдазым ағамнан. Сейдазым ағам керемет, одан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр, нұрын себелеп. Атаңыздың алсын алыңыз, бақытты болып мәңгі қалыңыз. Атаңыз кәсіпке ақша салады Келінжан, сізде бір қос сәлем салыңыз. Сейдазым атасына арнайы сәлем салдырып жатырмыз. Көкем зор түсіріп отыр, жем айқап қойып жүр. Ақырас кәсіпке ақша түседі көке. Ағаңыз бола ма? Ағаңыз ақырас бір айлық едінсен салатын болыңыз дейді. Ал енді Розаламыз қайда? Сіз ба? Ойбай, көршін адамсақ, пример алдырсыз. Мен негіз мына кісі тұра беріп бақа. Сейдазым көкем көрсін да. Ал келесі, келін қайын енесі, басқаны жаман десең де, айналайын Келінжан, розадай енеңді, ешқашан жаман демеші. Татулы болсаң енеммен, бірге жүрер келіннің, татулық деген кемесі. Ол мен үйдің бейнетін, жастайынан көп көрген, енеңізгай сүйкімдай, бола алмасаң көктермен. Осы тойды армандап, талай түнін өткерген, айналайын ақ келін, шаңыраққа бақ келін. Розалай енеңе, розадай енеңе иіліп, 10 мәрте сәлем салы келін ай. Негізі ененің бір сәлемін 5 теңге дейін есептейтін да. Сіз 10 мың теңге тастадыңыз. Ол 20 сәлем болайын деп тұр. Өзі ана екі шетіндегі жеңі шаршап жатыр өзі. Ана жас келін енді үйреніп отқан адам. Не болса да екеуің рахаттай ұйықтайтын болдыңдар бүгінше. Күйеулерің суға кеш десе, қойшай! Ана бет ашып атқан қап-қара болып бізге сәлем салдыра беріп шаршатып өлтірді дейсің да. Менен көре беріңдер. Тағы өздерінің шоттарына бір егеу сап қойыңдар, енелерін көрмейтін. Ағайын, бұл өмірді күлейік, жақсы өмір сүрейік. Келесі жылы осы шаңырақты 5 тойда тісіма жеп жүрейік ағайын. Алла бір сондай жақсы күнде парсаларымызды қауыштырсын. Жаңылмай көңілім етпеші, басқа ойға кетпеші ай. Қатардан қалып жүрмесін, әпкесі мен жездес ай. Кеша кеткен әпкемді, бүгін жездем әкелді ай. Қайынып екеу болды деп, атпен түйе ай әкелді ай. Атпен түйе ай әкелді ай. Ал атпен түйе алып келген әулеттің әкеде қадірлі, анадай төлегес әпке жезелер. Болат Зәуре, Сәуле, Дінелі, Жәнібек, Айнұр, Серік, Бибайша деген әпкелеріңіз бар екен, жезделеріңіз бар екен, бір қос сәлем салып қойыңыз келіңдер екен. Ал әпкелер жасай беріңіздер дейміз. Бөле жиендерден Бауыржан, Меруерт, Бекзат, Назым, Әйгерім, Жанарыс, Бибарыс, Нариман және де
Жалбы жем бөлелі жадыра дейді. Жалбы жем бөлелер әпке жезелерге үш сәлем болсын келін қане кейін. Любой тойға барайын, қыздарды есімін ап сәлем салдырым, шашу бастайды ағай. Тек қана қыздар шашу шашады екен. Қаларым бет ашып аңдып көріңіздер ағай. Бұл қошеме тұрып қойыңыздар шашақ көнден. Қыздың тілі білесеген достар білек болады ағай. Енді мен осы бір сәтті пайдаланып отыра, ардақты ағайындар. Алладан келген 5 уақыт парызды адалынан оқып жүрген осындағы ұлағатты ұстаздар бар. Бүгінгі мынау Уәлихан келін айналған қайнағаңыздың осындағы ағалары, інілері бар, жамағат бар. Мен бұл кісілерді бір құрметті ұқсат болатын болса, осы бір сәтті пайдалана отырып бір иіліп сәлем салдырсам деп едім. Арнайы сол жамағатта Серғали ағамыз бастайды, Ғани, Нұрлан ағаларымыз бастайды, қалған жамағаттар қоштайды. Осы жандар сияқты елімізде иманды азаматтар, азаматшалар көп болсын деп бір қошемет тұрып қойыңыздар, бір қос сәлем салдырайық. Сәдуағас әрі жамағат әрі коллектив болды. Екі жақтама тастайды. Екі жарымға бесін тастап кетті. Молодец. Деп отыр халық бір кегіз. Ой, Нұрлан да бір екен ғой. Марат бір екен. Бір сәлем салып қойыңыз өксілерге. Деп отыр халық бір кегіз. Айтпай кетсем шын емес. Қайнағаңдай құрметте өз ағаңнан кем емес. Бірге туған ағаңмен деп ойламау тең емес. Осыларды айтпасам ақынғадай жөн емес. Ақынғадай жөн емес. Қайнаға абысындар бірге жазылған екен, бірге оқи. Шермат, Қарлығаш, Қасен Шолпан, Сабира, Динара, Гүзал, Айдана, Гүлсана, Уәлихан, Балнұр деген қайнағалар мен абысындарға тағы да бір екі сәлем салып қойыңыздар. Сәуле әпкесінің класстастары дейді. Сәуле әпкеміз қай әпкеміз? Молодец, класстастары құрметтеп кепті. Жасаңыз. О, міне, ақын телевдесіңіз әкесі. Сапарғали, Гүлзипа, Бибігүл деген достарыңыз бар ма осында? Осы кісілерге қатты бір қошемет тұрыңыздар ше. Қызды құрметтеп кел, осы тойды бөліп жатқан. Той көріңіздер. Болды яға, қызды яға отырыңыздар сіздерге. Ал енді көршілерден Сүндет, Гүлнар, Талғат, Фатима, Сүлеймен, Алмагүл, Бақтияр, Гүлнар, Қуат, Жадыра деген көршілер бастай деген, қалған көршілер қоштай деген. Әулеттің барша көршілердің құрметіне қос сәлем болсын. Ақылдап тұрған жаны бар, аузында әсем әні бар. Бұларға тиген қыздардың маңдайының бағы бар. Жанып жүрер от болып, жанып жүрер шоқ болып. Осындай сенің қайның бар. Келінжан кәне танып ал. Келінжан кәне танып ал. Көршілерге тағы бір сәлем салып қойыңыздар. Ақыр ұйықтайтын болдыңыздар ол күнде. Ал енді қайныларыңыз Жандос, Мұхаммед, Берік, Әділет, Ғани, Бекнұр, Бүркіт, Мұстафа, Асылхан. Ой, Асылхан, тағы қайнысы бар ма? Асылхан деген айту? Асылхан өзін жас болған жоқсыздар ма? Қайын деп жүрмеген ертең оған. Ерхан, Абылайхан, Нұрбақыт, Дастан, Диас, Абдулла, Шабдан, Бибарыс, Жанарыс деген. Ой, жандар есімдерін алайын. Жалпы осы қайныларыңыз құрметті бір сәлем салып қойыңыз. Қайныларыңыз. Қайынсыңдар Айерке. Ей, молодец, әлден әкесін бағатымыз көрмі. Айерке, Аяулым, Айзере, Раяна, Айша, Малика, Сезім, және де Еркемнас, Арунас, және де Ай Сезім деген қайын сіңлеріңіз бар екен. Бұл кісілерге бір қос сәлем салып қойыңыздар келді. Жолдас болып жанымда келінге бірге барыптай, бір мектептен өрбеген класстастар қалыптай.
мен мына ән айтайын деп мына қағазға қарап мына сөйлегім келіп кетті шын айтсам ше. Бай деп жазып кетті классыздар ақырына. Соған қарағанда 10 мыңнан тастайсыздар ма келіскенсіңдер ма дейді. Сүлеймен Бай дейді. Бақтияр Бай. Бай келей Бай. Міне Сүлеймен. Қайсы Сүлеймен? Сүлеймен Бай. Сен маған көрсетіп тасташы не сызып жатқанын көрейін. Бай. Сүлеймен Бай. Сүлеймен Байып кетті ағылашымен. Ақшаң қалтаңа сыймай қалсын. Ана 5 теңгені кімге бересің бекерге қалып кетеді. Айдар. Бақтиярда Бай, бұлардың бәрі Бай. Байлар. Ей, молодец. Ақылың бар жігіт екенсің сен ше. Тастай бер бақонтай. Аямай тастай бер. Әй, жаным әшейін. Бұл үйленбеген ертең бет аштырады маған. Барады бұл өзі. Ана 2 теңгені тастап кет біреу де, бәрін әкетіп қылмаса енді шынайында. Мына жігітке жұғысты болсын деп шампан ауырыңыздар, сосы кетіп баратқан жігітке, бет ашады. 2 теңгені тастап кетсейші енді. Ертең айтады саған мына кісілер, е? Әшке таққанын қайтын 2 теңгесі қимат деп жүреді. Еще туған класстас екенсің ғой сен. 4 теңге тастап кететін баласың ғой негізі. Мейлі, қой. Ода үйленіп ақша жинап аттан шығар, қойып қорта бермейді. Мирасбай, кадастр дейді. Ой, бұл. Айналайындар, менен бастаңдар сіздер біріншесі. Мирасбай. Молодец. Болады кадастр осындай өзі. Жақсылықбай. Сасиеті. Кеше, осы бет ашарға болып қошқаны сатшы берді дейді ме бірдеңе дейді сен? Молодец. Зор жігіттер негізі, алтын жігіттер, нағыз. Дос десең жарасатын жігіттер, бір қошап отырып қояйық. Ақжол Бай Батша дейді. Мыналар просто бай деп жазып қойды да. Бұлар 1000 теңге ұстай, 2000 теңге ұстайтындар. Мынау енді 5000 теңге ұстайтын жігіт деген. Бай Батша деп қойыпты бұны. Бай Батша дейшады хамамен деп қойса. Мен тесілеу үшін айдар 1000 теңге қысырып кетіп алды. Қуаныш дейді. Такси бай деп қойыпты. Қуаныш! Кел, негізі сен байсың Қуаныш негізі. Шымкентте жұмыс істейтін мына жігіт. Машинасы кондермен дейсің ба? Сен маған айтып бересің, жақсы бола екенсің негізі. Әлжан, Байня деп не жазып боласың? Байня деп? Байнясы бар деп жазсаңдар сіздер. Байня деген ыңғайсыз болып қалып отырмын ғой. Әлжан, Байнясы бар Әлжан деген бұл. Ұлықбек. Ой, бұл бай деп қойды. Оғылымды ұрысында істей ма? Жаным, көпкел. Сен 5 теңге тастасың да болады. Сен не істесің саған көнеміз. Бісміллә. Берекелі болсын, ағамдатта шығар еді сендер бүгін. Молодец. Ей, жандарым. Жақсы келген. Ырыскерді қассап. Кескі ортадан сабақ береді. Кеше Алматтан келген. Сендер мала десің маған қыстар арасында, Әділет, кім әділет бар ма? Сұлтан. Агроном Сұлтан дейді. Қайсы сол Сұлтан? Сәкең баласың да? Үйленген ғой бұда? Жүресі өзгеріп тапты жа. Алды жылдар өзгеріп тапты жа. Әділет. Бар ма әділет? Сен тастадың ба? Сен компьютерін жебесің бірінші. Жалпы, достар, класстастарына бір қошемет тағы да бір қос сәлем салып қойыңыз.